أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Алла Тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын, сол ілімімізге амал етуді нәсіп етсін иншалла. Бүгінгі кезекті пайғамбарымыз Сүлеймен алейхиссалам. Бұл Сүлеймен алейхиссалам негізі Дауд алейхиссаламның ұлы болып келеді. Дауд алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін Дауд алейхиссалам ұлдарының бірі болған кім еді? Сүлеймен алейхиссалам оның тағын иемденеді. Билік тағын. Бұл жайлы Алла Тағала Құранда Нәмл сүресінің 16 аятында айтады: "Ва вариса Сулеймана Дауда" дейді. Біз Сүлейменге, яғни Сүлейменге Даудты мұрагер еттік дейді. Мұрагер қылдық деп отыр. Енді бұл жердегі мұрагер деген сөз, ва вариса деді ғой, мұрагер деген сөздің мағынасы. Яғни бұл жерде мал дүниеге қатысты емес дейді, мұрагер болуы. Себебі пайғамбарымыз не деген? Біз пайғамбарлар мирас қалдырмаймыз деген. Біздің қалдыратынымыз ол садақа деп айтқан. Бұл жерде оның патшалық істерін мұрагерлік мақсат етілмеген дейді. Яғни Дауд алейхиссаламның патшалығы мұрагер деп сол мақсат етілмеген дейді. Және пайғамбарымыздың айтқан сөзі де бар. Енді Сүлеймен алейхиссалам пайғамбар, яғни билікке ие болуымен бірге атақ даңқыда асқан патша болған дейді. Бұл қиямет күніне дейін және қиямет күніне дейін бұдан асқан патша болмайды дейді. Себебі Алла Тағала Сүлеймен алейхиссаламға бірнеше мұғжизаларды берген екен. Енді біз білеміз, мұғжизаларды тек кім жасайды? Тек қана пайғамбарлар жасайды, Алланың қалауымен. Бұған пайғамбарымыз, соңғы пайғамбар болғаннан кейін, пайғамбар келмейді. Демек, қиямет күніне дейін Сүлеймен алейхиссалам секілді патша болмайды деген сөз. Енді Сүлеймен алейхиссаламға ол берілген мұғжизалар не екен десек, солардың бірі. Сүлеймен алейхиссалам құстардың тілін білетін. Дауд алейхиссалам да қандай еді? Құстар онымен бірге зікір ететін еді. Тауларды Алла Тағала Құранда айтқандай Дауд алейхиссаламға берілген. Сол секілді Сүлеймен алейхиссаламға да құстардың тілін Алла Тағала берген екен, тілін түсінуді. Бұған қатысты Нәмл сүресінің 16 аятында айтады. Алла Тағала وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ дейді. Ей адамдар, яғни Сүлеймен алейхиссалам тілінде Алла Тағала Құранда айтып отыр: "Ей адамдар, бізге құс тілі үйретілді." "Улlimna mantiqut tayr" дейді. Бізге құс тілі үйретілді. "Ва утина мин кулли шайин", яғни бізге әрбір нәрседен берілді. "Инна хаза лахуал фадлул мубин", рас бұл әлбетте анық бір артықшылық деп айтты дейді. Яғни артықшылық берілгендігі жайлы айтып отыр Сүлеймен алейхиссалам. Сонымен бірге ешкімге берілмеген және ешкімге берілмейтін мұғжизалардың бірі. Яғни Алла Тағала Сүлеймен алейхиссаламға қызмет жасау үшін жындарды бағынышты қылып қойды дейді. Жын шайтандарды бағынышты қылып қойған екен. Және бұған қатысты, билік жүргізуіне қатысты Алла Тағала бұл Сот сүресінің 37-39 аяттарында айтады. "Ваш-шаятина кулла банаи ва гаввас". Оған түрлі құрылыс салушы дейді. Құрылыс салушы және сүңгіш шайтандарды бағындырдық дейді. Құрылыс салушылар әртүрлі құрылыстарды жасай алатын, Алла Тағала берген қабілетпен. Және сүңгуші шайтандар дегеніміз олар теңіз мұхиттың түбінен інжу маржандар әкелетін болған. Және сонымен сәндік бұйымдар жасайтын болған. Және ар жағында айтады: "Ва ахарина муқарранина фил асфад". Ал басқа біреулерді шынжырларда қосақтаулы етті. Және ар жағында айтады: "Хаза атауна фамнун ау амсик би гайри хисаб". Бұл біздің бергеніміз дейді. "Ва хаза атауна", бұл біздің бергеніміз. Ендеше қалағаныңа бер, яқи бермей ұстап тұр дейді. Оныңа есеп жоқ дейді. Яғни Сүлеймен алейхиссаламға ол іс үшін есеп сұралмайды деп отыр. Жалпы жындарды да білеміз, бұлардың ішінде де қауымға бөлінеді. Ер ұрғашы болып бөлінеді. Және мұсылман кәпір болып та бөлінеді. Мысалға Алла Тағала жын сүресінде айтады, жындардың сөзімен: "Ва инна миннал муслимуна ва миннал қаситун" дейді. Арасында бізден мұсылмандар және Аллаға қарсы шыққандар да, адасқандар да бар. Бұл Құран аятының жын сүресінде де жындардың тілімен баяндаған екен Алла Тағала. Сол секілді олардың мұсылманында және Аллаға қарсы шыққан кәпірлерде болатындығы жайлы. Және олардың өздерінің кәсібі, өздерінің қызметтері де болады. Ұлтқа қызметке солай бөлінеді. Енді Сүлеймен алейхиссалам олардың өзіне бағынбағандарын дейді, екі-екіден қосақтап, шынжырлап тастайтын дейді, байлап тастайтын.
бағынбағандарын екі-екіден қосақтап байлап тастайтын. Алла тағала ол туралы айтады. Әнбия сүресінің 82-ші аятының мағынасында айтады. Раббыңның бұйрығымен оның алдында жұмыс істейтін шыңдарды бағындырдық дейді. Алланың әмірімен. Олардан кім әмірімізден тайса дейді, оған жалын атқан от азабын таттырамыз дейді. Сүлеймен алейхиссаламның әмірін орындаудан бас тартса, от азабын тарттырамыз деп отыр. Және олар Сүлейменнің қалауынша құрылыстар, мүсіндер, көлде ыдыстар және орнатылған қазандар жасайтын. Бұндарды айтып отыр. Ей Дәуіттің үй іші. Не үшін Дәуіттің үй іші? Себебі Сүлеймен алейхиссалам Дәуіттің туған ұлы, жаңа айтқан. Дәуіттің үй іші, шүкіршілік етіңдер, құлдарымнан шүкір етуші аз деп жатыр. Және оған суға сүңгитін және басқа істерді істейтін шайтандарды бағындырдық, сондай-ақ олардың бақылаушысы едік деп жатыр Алла тағала. Бұл Әнбия сүресінің 82-ші аятының мағынасында айтып отыр. Сол секілді Сүлеймен алейхиссалам тағы бір мұғжизасы, Алла тағала оған сол кереметтеріне қоса желді бағынышты қылып берген. Желге әмір жасайтын. Бұл жайлы Алла тағала Сад сүресінің 36-ші аятында баяндайды. Астағфирулла. Асаххарна лаху риха тажри би амри рухаан хайсу асаб. Яғни не дейді? Оған бұйрығымен, оның бұйрығымен Сүлеймен алейхиссалам. Оған бұйырғанмен дейді, яғни желге нені бұйырса, қалаған жеріне жүретін, яғни желге қай жерге баруды бұйырса, сол жерге барады, пайдалы бір желді бағындырдық деп отыр Алла тағала. Сүлеймен алейхиссалам қайда қаласа, сонда апаратын пайдалы бір желді бағындырдық деп отыр. Сүлеймен алейхиссалам желдерді қай тарапқа бағыттаса, соған ғана жүреді. Желдің өзі, түсінесіздер ме? Желдің өзі. Сол тарапқа қарай бұлт апарып, мысалы бұлт жаңбыр жаудыруды қалса, қай жаққа бұйырады, сол тарапқа бұлтты апарады, сол жерге жаңбыр жаудырып, егістік береді. Бұл Сүлеймен алейхиссаламға бағынышты қылып қойғандық жайлы. Және бұл желдерге қоса дейді. Яғни желдерді бағынышты қылдық деді ғой, пайдалы желдер. Дәл сол секілді Сүлеймен алейхиссалам дауылдарды да бағындырған екен. Алла бағынышты қылып берген Сүлеймен алейхиссалам. Оған қатысты айтады. Әнбия сүресінің 81-ші аятының мағынасында 81-ші аятында айтады бірінші: "Вали Сулейман ар-риха асифатан тажри би амрихи илал арди аллати баракна фиха ва кунна би кулли шайин алимин." Сүлейменге дауылды желді бағындырдық деп жатыр, күшті дауылды желді. Оның әмірімен біз мүбәрак еткен жерге жібереді. Жүреді, мүбәрак еткен жерге. Сүлеймен алейхиссалам бұл желдерді Құдыста отырып басқарған дейді. Себебі сол Құдыс желдердің мекені болған дейді. Желдердің мекені екен, орталығы. Осы аталмыш желдің көмегімен дейді Сүлеймен алейхиссалам айлап жүретін жолды бір санаулы уақытта ғана, таңнан түске дейінгі уақытта барып, түстен кешке уақытқа дейін қайтып оралатындай болған. Енді бұл қалай десе, әлгі желдің көмегімен, себебімен ол желге әмір етеді ғой Сүлеймен алейхиссалам, Алланың құдіретімен. Мысалға бір бүкіл әскерлер де сонымен бірге жүретін болған. Қалай десе, Сүлеймен алейхиссаламның бір бөренеден жасалған тақтайлардан біріктіріп жасалған кілемшесі бар деп айтады. Кілемше секілді жасалған. Оның үстіне бүкіл әскерлер отыратын бір жерге баратын болса, жел соның астынан көтеріп қалаған жеріне апарады екен. Алланың құдіреті. Бұл берген Алланың нығметтерінің бірі, мұғжизасының. Сол шапарға шығуды қаласа, дәл сол әскерлердің барлығы отырады, баратын жеріне оралатын болса да, дәл солай оралатын болған. Бұған қатысты айтады. Сүлеймен әскерімен бір жерге дейді, яғни бір айлық жолды қажет ететін мекенге таң мен түс арасында барып, түс пен кеш арасында қайтып оралатын дейді, үлгеретін дейді соларға. Енді Алла тағала оған қатысты айтады. Саба сүресінің 12-ші аятының мағынасында айтады. Сүлейменге таңертең бір айлық, кешке бір айлық, яғни қашықтықты басып өтетін. Таңертеңге бір айлық, яғни кешке бір айлық басып өтетін жолды, яғни желді бағындырдық деп отыр. Тез келетіндігі жері, түсінікті болды. Бір айлық жүретін жолды тез басып өтетін бір желді бағындырдық деп отыр. Сүлеймен алейхиссаламның тағы бір мұғжизасы, Алла тағала әкесі Дәуітке темір өңдеуді берді, Дәуіт алейхиссаламға. Темір кәсібін меңгерді Дәуіт алейхиссалам. Темірді қолымен илейтіндей. Және оны сауыттар жасады. Ал сол секілді Дәуіттің ұлы Сүлеймен алейхиссаламға да оған бірақ мыстың көздерін берген. Ол нені басқарған? Енді тағы бір мұғжизасының бірі мысты иемденген. Бұған қатысты айтады, сол Саба сүресінің 12-ші аятының мағынасында
Ол үшін еріген мыстан бұлақ ағыздық деген. Кімге? Сүлеймен алейхиссалам үшін. Және бұл Сүлеймен алейхиссалам бұған қоса, бұл мұғжизаларына қоса, яғни қазылық нығметі де берілген, төрелік қылады. Бұл Дауд алейхиссаламға да берілген нәрсе. Сол секілді Сүлеймен алейхиссаламға да берілген екен. Көрдіңіздер ме? Бірнеше нығмет, соның бірі қазылық еді. Дауд алейхиссаламға бір екі кісі дауласып келеді, көршісі бірі. Бір-біріне көрші болған екі кісі дауласып келеді. Сонда айтады, әлгілердің дауы. Көршімнің қойы түнде есігі ашық қалып, қорасының, қойларының қорасының түнде есіктері ашық қалып, менің бақшама кіріп, бақшамның барлық жемістерін жеп қойды. Шағымы. Сөйтіп Сүлеймен алейхиссалам, Дауд алейхиссалам бұларға шешімді былай қабылдады. Әлгінің қойын зардап шеккен бақшаның иесіне береді. Соны көргеннен кейін Сүлеймен алейхиссалам әкесіне кіріп, бұдан да жақсырақ үкім беруге болатын еді ғой дейді. Сол кезде Сүлеймен алейхиссалам. Сонда ол қандай үкім деп сұрайды. Сонда Сүлеймен бақшаның егесіне дейді, қойларды бергенше, әлгі бақшаның егесіне қойларды беріп, түгел бер дейді. Ал бақшаны әлгі қойдың иесіне берді. Әлгі бақшаны өңдесін, барлығы бұл қойларды қарайды. Ол бақшаны өңдегеннен кейін қайтадан орындарын алмасын. Қайттан қойды былай берсін, ол бақшасын былай берсін. Себебі шығын қайттан орын толтырды. Екі жаққа да не емес, жеңіліс емес. Осындай шешім қабылдатып береді. Ұтымды шешім. Оған қатысты айтады. Әнбия сүресінің 78-79 аятының мағынасында екеуі бір адамдардың қойы түнде біреуінің егініне түсіп, соған билік айтқанда дейді. Әлгі Сүлеймен алейхиссалам, Дауд алейхиссалам. Биліктерін көріп тұрдық дейді Алла Тағала. Сонда оны Сүлейменнің көкейіне салдық дейді. Сүлеймен алейхиссалам дұрыс шешім тауып берді ғой. Сүлеймен алейхиссаламның көкейіне салдық дейді. Негізінен әр қайсысына үкім мен білім берген біз деп отыр. Барлығы ненің қалауымен? Алла Тағаланың қалауымен, Алланың даналығымен көкейіне біз салдық деп отыр. Ол ешқашан өзім болдым, өзім толдым деген нәрсе жоқ. Шүкіріңді айту керек деп отыр. Сондай ақ Даудке бір күні, дәл сол секілді, Дауд алейхиссаламға бір күні балаға таласқан екі әйел келеді. Ол екі әйелдің балаға таласу себебі былай еді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл хадисті Бухари мен Муслим жеткізген. Екі әйел дейді, балаларын өздерімен бірге алып жүрген кезде дейді, қасқыр шауып, яғни қасқырлар шабуыл жасаған. Сол кезде біреуінің баласын алып кетеді қасқыр. Негізі екеуінде де бала бар еді, кішкентай. Сол кезде біреуінің баласын алып кетеді. Сонда әлгі бала, жоқ, мына бала қасқыр алып кетпеген бала менікі, мынау да менікі деп таласып қалады. Сөйтіп Дауд алейхиссаламға келеді. Сол кезде қасқыр сенің балаңды алып кетті деп, үлкен біреу жас болады. Дауд алейхиссалам әлгі үлкен әйелге шешімді соған қарай шығарып береді. Бұл бала сенікі деп. Сол кезде Сүлеймен алейхиссалам маған қанжар әкеліңдер дейді. Қылыш алып келіңдер дейді. Мен әлгі баланың ортасынан бөлейін екіге. Екеуіне бөліп беремін дейді. Сол кезде әлгі баланың шынайы анасы шырылдап, бала сенікі ойбай бердім, бала сенікі деп шырылдаған екен. Сол кезде Сүлеймен алейхиссалам әлгі баланың шынайы анасына өзінің баласын табыстаған. Себебі өзінің баласына шынайы жаны ашитын кім? Шынайы ғана анасы. Түсінікті ғой? Бұл сондықтан шынайы анасын табуға жасаған әдіс екен. Бұл бізде тарихта да білеміз, біздің қазақта да кім бар? Төле бидің шығарған бір шешімдер, иә. Осылай бір балаға таласып келген. Шапқыншылықтан бар ғой, тарихтан қарасаңыздар. Шапқыншылықта жоңғарлардың шапқыншылығы азайғаннан кейін жаңа әрқайсысы жан жаққа қашады. Сол кезде бір ананың бір балаға таласып қалатын, менің балам да, менің балам деп. Сол кезде не деген шешім шығарады? Әлгі баланы ортасынан бөлемін деген. Сол кезде шынайы анасы бердім баланы, бердім деп ойбайлаған екен. Сол кезде Төле биді не істеген? Шешімді осылай тура жолын тапқан екен шешімін. Осындай өзінің тәсілімен. Негізі мақсат баланы өлтіру емес қой. Бұл жерде шынайы анасының кім екенін білуі. А бұл кімдерден қалған? Шынайы пайғамбарлардан қалған нәрсе. Түсінікті ғой? Енді Сүлеймен алейхиссалам бізде орысша хобби дей ма? Негізі қазақшасы әуесі дейді ғой, әуес нәрсесі. Әуестік болады адам. Сол секілді Сүлеймен алейхиссаламда бір әуестік болған, әуес болған. Бұл әуесі Сүлеймен алейхиссалам қорасында үш аяқтап тұратын, яғни бір аяғын көтеріп тұратын, желден жүйрік, желмен, құспен жарысатын сондай сәйгүліктерді жарататын, яғни бағатын, қарайтын.
бір күні соларға қарап тұрып таңның күннің қалай батқанын байқамай қалады. Сөйтіп күннің батқанын байқамай қалады, сөйтіп құлшылық, ал Раббысына деген құлшылықты өткізіп алады уақыт. Сол кезде Сүлеймен алейхиссалам сиді, бұл жайлы Құранда Алла тағала Сот сүресінің 31-33 аятының мағынасында айтады. Бір кеште оған жүйрік сәйгүліктер көрсетілді дейді. Кімге? Сүлеймен алейхиссаламға. Сонда ол расында мен күн батқанша әлгі жылқыны Раббымды еске алудан жақсы көріппін деп айтты Сүлеймен алейхиссалам. Соны сипалап, соған тамсанып қарап тұрып, уақыттың қалай өткенін байқамай қалған. Жылқыны Раббымды еске алудан жақсы көріппін, оларды маған қайта әкеліңдер деді Сүлеймен алейхиссалам. Сөйтіп сәйгүліктердің аяқтары мен мойындарын сипай бастады баяндаған. Осыдан кейін Сүлеймен алейхиссалам бұл арғымақтарды әуестігінен алып тастаған дейді мүлде. Неге? Бұл менің Раббыма деген құлшылықтан қайтарып жатыр. Бұл маған хайырлы емес деп одан бас тартқан дейді Сүлеймен алейхиссалам. Әлгі жылқылардан. Сөйтіп Сүлеймен алейхиссалам әлгі жылқылардың бәрінен бас тартқан дейді. Алла жолында садақа қылған, құрбандық қылған деген секілді. Неге? Құлшылығынан тыйғандығы үшін. Және Алла тағала бұл нәрсені жасаған, қара, Раббысына деген махаббат. Бұл нәрсені жасағаннан кейін Алла тағала не істеді оған? Оның жүйрік тұлпарлардың орнына Алла тағала оған желді бағынышты етіп қойды. Және Құран аятында айтқанда не дейді? Оған Алла тағала қалаған жағына апаратын желді бағынышты етіп қойды. Сол үшін Алла тағала үшін не нәрсені, өзіңе сүйіктірек нәрсені бас тартсаң, Алла тағала саған одан да хайырлысын нәсіп етеді деген мағына.